Сәлем қыздар, алдарыңызда Корея әдісі бетті қалай тазартамыз. 4 құралдан ең біріншісі Deep Cleanser деп аталады. Теріміздегі макияжды осымен сүртсек болады, өйткені макияжда майлы болады. Бұл гидрофильні масло сияқты жұмыс атқарады. Жалпы бұл өнімді бетімізге жағып, сосын барып мақтамен сүрткен жөн болады. Содан кейін екінші қадам бұл Foam Cleanser. Алдын ала бетімізді сулап, алақанымызға бір тамшы тамызамыз, осындай көбік шығады. Кәдімгідей бетімізді жуамыз. Мен болғаннан кейін майлықпен сүртем, өйткені микробтар кетті ғой енді. Үшінші қадам пилинг гель. Салондағыдай пилинг жасаймыз үйде. Бұны жағып, бірнеше минут күтіп, сосын барып, моншада отырғандай езгілейміз бетімізді. Қараңызшы, осындай түйіршік шығады бетімізде әппақ болып. Ороговевший слой дейді ғой, орысша айтқанда. Мінекей 4 өнімді бірінен соң бірін жағамыз. Корей қыздар осылай тазалайды екен ғой беттерін. Чистка в салоне дегенге барасыңдар ғой, енді осы өнімдермен чистка салоны қажет емес сізге. Үйден-ақ спа на дому жасайсыз. Мінекей мен болдым. Үшінші қадам қайтадан құрғатам бетімді жақсылап, өйткені 4-ші қадам бұл маска жағылатын құрғақ бетке. Мінекей Peel Off Mask. Бұл өнімді қалың да, жұқа да жағу керек емес, орташа. Құрамында тек қана табиғи өнімдер, сондықтан ешқандай аллергия болмайды. Жастарға да, үлкен адамға да жараса береді бұл өнімдер. Ал маска 15 минут кепкенше мен Атомидің көк шай қосылған, прополис қосылған зубной пастамен тісімді жуамын, тазартады, ағартады тісті. Мінекей маска кепті, астынан жоғары қарай тартамыз. Бетіміз әппақ, жұп-жұмсақ. Баланың терісіне де жұмсақ деп айтуға болады. Мастер-классқа келіп өзіңіз көрінуіңізге болады осы наборды жағып.